құрметті қазақстандықтар, Түркістан облысы Келес ауданы нөмір 7 жалпы орта мектебінің ұжымы және оқушылар біз сіздерді тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Махаббат қайрат екеуді шымаралатқан денені. I feel proud of myself to be a part of this freedom nation, so that in the future this freedom will give us happy wishes and happy Independence Day. Шан емес маған керегі. Құрметті Қазақстан, сіздерді Түркістан облысы Келес ауданы нөмір 7 жалпы орта мектебінің атынан шын жүректен құттықтаймыз. Көк байрағы желбіреген бүгінгідей абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болсын. Халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігіне ие болғанына биыл 28 жыл толды. Қазақ елінің тәуелсіздігін алу жолында және тәуелсіздікті алғаннан кейін қазақ елінің дамуына өз үлесін қосқан барлық қазақстандықтарға алғысымызды айтамыз. Және дәл осы айтулы мерекеде сіздерге зор денсаулық, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Мереке құтты болсын. Ұлттық қасиетімізді, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтап, ұлттық намысымызды оятып, әлемге азаттық сүйгіш, отансүйгіш ретінде жариялаған Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні құтты болсын қадамының қарыштап дамыған Қазақстан Республикасының егеменді тәуелсіздігі тұғырлы болғай. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай шын жүректен шыққан құтты ықыласымызды қабыл алғайсыздар. Бұл күн ата-бабаларымыздың аңсаған арманын жүзеге асырған елімізге еркін сыйлаған ұлы күн. Осындай маңызы бар тарихи заманда еліміздің туы асқақтап, келешегін көркейе берсін. Сіздердің отбасыларыңызға амандық, бақыт, сәтті күндер мен зор денсаулық тілеймін. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді Түркістан облысы Келес ауданы нөмірі 7 жалпы орта мектебінің оқушылары тәуелсіздік күнімен Құрметті қазақстандықтар, сіздерді Түркістан облысы Келес ауданы нөмірі 7 жалпы орта мектебінің оқушылары тәуелсіздік күнімен Тәуелсіздік күніне арналған челленджді жалғастыруды нөмір 1 Омар Есім атындағы жалпы орта білім беретін мекеміне жолдаймыз.